Сәлеметсіздер ме, құрметті көпшілік? Бүгінгі сіздерге ұсынатын тақырыбым мынау кітаптың мұқабасынан байқағандарыңыздай 100 жасаған бәйтерек деген Нысанбек Төреқұлов дейтін жазушы болған екен. Сол кісінің 90-шы жылдары шыққан кітабынан Жамбыл Жабаев атамыз жайлы құнды әңгімелер, ақпараттар, қызықты оқиғалар, қандай кішкентай кезінен бастап қалай дүниеге келгенінен бастап өмірден өткеніне дейінгі аралықтарында өте қызықты іріктеліп алынған әңгімелер топтамасы бар екен. Соның басынан бастап сіздерге жүйесімен сіздерге ұсынғым келіп отыр. Себебі бұл қызық. Бәріміз де білеміз, 100 жасаған бәйтерек екенін, қазақтан шыққан, қазақтың Гомері деген атқа қалған ат соғыс кезіндегі, екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі шығарған өлеңдері, жырлары, негізі айта берсе әңгімесі де қызықты, өте тақырыбы ауқымды кітап екен. Содан бірінші тарауында бала жырау деп аталады екен. Боранды күні туған бала деген әңгімесін сіздерге ұсынбақшымын. Қызықсаңыздар, пайдалы екен деп тапсаңыздар, тыңдай отырыңыздар. Басың шу, аяғың ну деп айта беретін Шу өзенінің терістік шығыс алқабы, көсіліп жатқан сексеуілді дала. Сол мидай даланың шығыс жағында Хан, Жамбыл, Байғара таулары жалғасып жатыр. Байғарадан әрмен Бетпақдала басталып кетеді. Осы тауларды бүктірілеп шапырашты Ыстыбай батырдың шағын көші ілбіп барады. Бұл ит жылы ақпан айының соңғы күндері. Терістіктен ысқыра соққан қарлы боран бет қаратар емес. Кереге уықты айқара таңып, үстіне кебеже, киіз, төсек орын артқан 10 шақты түйе бір-біріне тіркелген. Болдырған жануарлар әзер ілбіп, соңындағыларға із тастайды. Сол ізбен 5-10 тұяғын айдаған аттылы жаяу шұбырады. Күн-түн борандата жауған қардың аяғы таң ата жаяу суырындыға айналған. Қоқан шапқыншылығынан ығысқан көштің алды Жамбыл тауының ықтасын етегіне жетті. Көш соңында бір топ аттылы жасақтар. Бұл артынан қуып келе жатқан жаудың алдын торып жүрген Ыстыбай батырдың қолы. Көштің оң қанатында тағы бір топ жігіттерді бастап, оның баласы Жабай келеді. Бұлар кеше ғана қоқандықтардың шапқыншыларын найзалап аттан аударып кеткен. Өшіккен жау қарап қалсын ба, қайтадан қатарын молайтып оларды өкшелей қуған. Жабайдың жұбайы ұлдан түйенің қомында келе жатып толғатады. Көш тоқтады. Жел өтіне шөгерілген түйелердің ығында ұлдан ұл тапқан. Жарық дүниеге айқайын сала келген нәрестені әйелдер дереу тоқтышақтың терісіне орап ала қойды. Жігіттердің біреуі арттағы жасаққа қарай сүйіншілеп шапты. Кешегі бір шайқаста сойылға жығылған Ыстыбайдың 80 тонға оранып бөстек шанамен келе жатқан еді. Сол топқа алқана жеткен әлгі жігіт атынан домалай түсті. Сүйінші, ата, немерелі болдыңыз. Сақал мұртына қырау қатқан, жүзі сұрғылт тартқан қарт сәл көзін ашты. Жабай, қайдасың? Атынан қарғып түскен Жабай әкесінің алдына барып тізе бүкті. Немерелі болыпсыз, құтты болсын. Қасындағылар оған үн қосты. Құтты болсын, бауы берік болсын. Айтқаның келсін. Сүйіншілеп жар сала келген жалбағай тымақ жігіт Жабайға жармасты. Кәне көке, сүйіншімді бер. Жабай жездеген жалпақ кемер белдігін шешіп, қын пышағымен оған қарай мә деп лақтырды. Жігіт қағып алып, алақайлап атына міне кері шапты. Ыстыбай сәл басын көтерді. Баласы оған жан торсығынан су ұрттатты. Әкесі жан-жағына қаранды. Біз қай жерде келеміз? Жабай, Хан тауынан өттік, Жамбыл тауының етегіне жақындап келеміз.
Ыстыбай көзін қайта жұмып күбірледі. Хан, хан, хан жайлаған қанды тау, ой атың өшсін. Өңкей қанды балақ қара ниет құзғындар. Балам, бұл жерге аялдамаңдар. Көшті алға тарта беріңдер. Жамбыл тауына жетіп, түйе белін суытыңдар, ат ауыздығын алыңдар. Осы сәтте кіндік шеше құндақтағы нәрестені атасына әкеп ұсына қойды. Қарт батыр сәби жүзіне өзінің қоңқақ мұрнын тақады. Кәдімгі жас нәресте иісі. Боранды күні туған бала бақытты болады деуші еді, деді ақсақал. Жаратқан иесі бақытты қыла көрсін, жасы ұзақ болсын. Анталап тұрғандар айтқаныңыз келсін десті. Бір кейуана қарттың құлағына тақап, атын кім қоясыз деді. Ыстыбай бабасы Жамбыл тауын нұсқады. Жамбыл болсын. Жұрт Жамбыл, Жамбыл деп жамырай қайталады. Осылайша бірінші әңгіме бітті. Келесі әңгімені сіздерге ұсынайын. Ол қара қобызды қанадан делінеді. Жамбылдың жасы 9-дан асқан кез, көктем шығып ауыл іле бойына қонған. Бірде осы өңірге қобызшы аталған қанадан нағашысы келді. Қанадан ұлданның ағасы. Үйсін жұртына аты мәлім қобызшы. Ол қобыз тартқанда тыңдаушысын егілтіп жібереді екен. Күндердің бірінде қанадан жолаушылап бара жатса, алдынан бір топ қарақшы кезігіп, оны тонап кетеді. Иесіз шөл далада қалған ол қурайдан сырнай жасап, елік лағының маңырағанына салса, оның алдына лағы өлген елік келіп иіпті. Соны еміп қанадан аман қалған деседі ел. Сол қанадан бір күні жабайға жолығуға келсе, ол үйде жоқ боп шығады. Ұлдан қарындасы оны қуана қарсы алады. Аңаулап кеткен еді, кештетіп келіп қалар деп қазан көтереді. Нағашысының алдынан жүгіре шыққан бала мәз болып, күй тартып берші деп мазасын ала бастайды. Оның бұл тілегін шешесі де қоштап, «Иә Қанеке, осы жиеніңіз әнмен күйге тіптен әуес, құмарын бір қандыршы» деп өтінеді. Қанадан кеше ғана тігілген қараша үйдің көлеңкесіне шығып алып, қобызын күйге келтіреді де, бір күйді сарната жөнеледі. Күн ұзақ жыңғыл шыбықты ат қылып шапқылап жүрген сидаң бұт, үрпек бас, тәмпіш мұрын қара бала қобызшы алдына етбетінен жата қалып тыңдайды. Қыл қобызына төне түсіп бүкшиіп алған қанадан өзі тартқан күйге өзі балқып теңселеді. Қобыз әуені мидай даланы елестеткендей, ызыңдап желде, суылдап құмда ескендей. Қобызшы ысқысын секең-секең еткізіп, өзі бейне желмаяға мінгендей, оқтын-оқтын қопаңдап қояды. Иә, солай, желмая желіп бара жатқандай. Желмаяда желкілдеп, асан кетіп барады, жер ұйықтай жерді іздеп, атан кетіп барады. Деп қанадан осылай термелеп алады да, тағы сарнайды, тағы зарлайды. Күй аяқталып, қобызшы ысқы ұстаған қолының шолақ жеңімен маңдай терін сүртіп демін алады. Мададан бері күй сарынына елтіп тыңдап қалған бала енді орнынан атып тұрып нағашысынан сұрады. Асан деген кім, айтшы ағатай? Шырағым-ай, ол бір ел қамын ойлаған бейбақ екен. Еліне жайлы қоныс іздеймін деп бармаған жері баспаған тауы қалмапты. Сырдарияның бойына келгенде басы байтақ, аяғы тайпақ, өткелі жайдақ өзен екен. Қаратауды жайласам, сыр жағасын қыстасам, жайлы қоныс болар мекенсің деп армандапты. Келес өзенінен өтерде мөңіреуін қара, мөңіреуін, сиыр тұқымы үзілмейтін жер екен депті. Осы біздің шуға келіп, шу, ағысың шу, қамысың ну, әттең атыңды теріс қойыпты, тегінде бір шулаған болмасаң, мынау ну қамыстың елді жұтқа бермес, депті. Жетісуды көргенде, мына жетісудың ағашының басы сайын жеміс, шаруаға жақсы қоныс екен депті. Қаратал өзенін кешіп өтерде, сарқырап аққан Қаратал, артың кең, алдың тар деген екен.
Сол Асан қайғы бабамыз Жәнібек ханның сарайында қызмет істеп жүргенде былай деген екен дейді. Еділге келдің еңкейіп, онда да кеңес қылмадың, жайықты келдің жағалап, онда да кеңес қылмадың, жемде кеңес қылмадың, жемнен де елді көшірдің, ойылда кеңес қылмадың, одан да елді көшірдің, деп Жәнібек ханға айтқан екен. Қарағым, Асан қайғы сонда ел қамын ойлаған бабаң болған екен деген екен. Келесі әңгімеміз бөлтірік ақын осы екен деп аталады. Бір күні жас Жамбыл балаларымен жар астында асық ойнап жатса, бір топ аттылы келе жатады. Жамбыл ойынды тастай салып, әлгі жолаушылардың алдынан шығып, шылауына оралады. Мұнысы кісілерді сылтау етіп үйіне бармақ. Үйінен қуып жіберген әке ашуын баспақ еді. Біздің үйге түстеніп кетіңіздер, қазы-қарта көп деп оларды үйіне ертіп барады. Кісілер аттан түсіп жатады, бала олардың атын байлап жүгіріп жүреді. Жабай баласына ала көзбен бір қарап алады да келген қонақтарды күтудің қамына кіріседі. Әні міне дегенше ет те пісіп қонақтардың алдына тартылады. Манадан бері шежіре, аңыз, өлең жырды, үсті-үстіне төпеп отырған ашаң жүзді, селдір сақалды, өткір көзді сөзшең қария қазының майлы қабырғасын әлгі балаға ұсынады. Атың кім балам? Жамбыл. Атың Жамбыл болса, көңілің даңғыл болар балам. Жабеке, балаңа өкпелеп жүрген көрінесің, бір ашуыңды маған бер, бетінен қақпа, түбі осыдан бірдеме шығады деп ескертеді. Бұл кәдімгі қазақ-қырғызға шешендік, ақындық атағы жайылып кеткен. Менің атым бөлтірік, шаршы топта сөйлейтін сөз мәнісін келтіріп, айтыспағым болса егер кетемін сөзбен өлтіріп дейтін бөлтірік ақын екен. Әлменұлы Бөлтірік 1778 жылдары туып, 1859 жылы қайтыс болған жылдар екен. Ұлы жүз ішінде Ысты руынан шыққан ірі ақын, туып өскен жері осы күнгі Шу ауданы Шоқпар станциясының маңы екен. Бөлтірік аса шешен әрі тапқыр ақын. Ол жөніндегі аңыз әңгімелер ұрпақтан ұрпаққа ауызша таралып, ел жадында сақталған. Қазақ ішінде ғана емес, бауырлас қырғыз, өзбек арасында да Бөлтірік айтыпты деген қызық әңгімелер, жырлар көп ақ. Бөлтірік өзінің жора жолдастарымен жолаушылап бара жатып, бір байдың үйіне түстеніп өтпек болып ат басын бұрады. Әлгі бай сараң деп естуші еді байды. Бір жолдасы түспей-ақ қояйық, бәрібір жарытпайды десе, екіншісі қасымызда Бөлтекең жүргенде бізді сыйламайтын кім екен депті. Осылайша олар ауылға келіп аттан түседі. Сәлемдесіп жай сұрасқан соң, әлгі бай жігітін жұмсап бір лақ алдырады. Бөлтеке әумин деп бата сұрайды. Сонда Бөлтірік кідірместен, әумин десең лаққа, даусы кетер жыраққа, тапсаң қозы сой, таппасаң оны қой, бұл бейшараны жылатпа деген екен. Мұндай бата күтпеген бай ұялғанынан, Бөлтекке мына сөзіңді басқа ешкім есітпесін, қой сояйын деп оған жалыныпты. Бөлтіріктің өткір сөздері көбінесе үстем тап өкілдеріне қарсы бағытталған. Ол айтыс тартыс кезінде бай манаптарға, қожа молда төрелерге дес бермеген екен. Жамбыл Бөлтіріктің осы қасиетін жастайынан қадір тұтып, оның шешен де тапқыр сөздерін жаттап, өлеңдерін соңғы кезге дейін айтып жүрген екен. Міне бүгінгі сіздерге бөліскен осы қысқа 2-3 әңгімені ұсындым. Қабыл алыңыздар. Ұнап жатса пікір жазыңыздар. Ары қарай жалғастыратын әңгімелер көп. Жамбыл ата жайлы өте көп ақпараттар бар. Келесі жолы Кенен Әзірбаев атамыздың Жамбыл баба жайлы жазған өлеңдерін сіздерге ұсынамын. Сау саламатта болыңыздар.